An umbrella, зонтик. Ал зонтиктер, яғни қолшатырлар, көпше түрде айтатын болсақ, 3 umbrellas. Ағылшын тілінде көпше түрде жасаған кезде зат есімге s немесе es жалғаулар жалғанады. Мысалға мән беріңіздер. Енді толық сіздерге түсіндірейін. Ашып singular. Singular дегеніміз бұл жетеше түр, plural көпше түр, зат есімдерінің көпше түрі. Енді қараңыздар. Flower, гүл. Гүлдер, flowers. Жалғау жалғам тұр. Көрдіңіздер ғой, иә? Flowers. Orange, апельсиндер, oranges. Pens. Table, үстел, tables. Үстелдер. Келесі, бізде қарасаңыздар, ағылшын тілінде көпше түр жалғаған кезде зат есімдерге s, және де кейбір жағдайда es жалғанады. S негізі жалпы барлық жағдайда зат есімдерге s жалғау жалғанады, ол көпше түрдің жалғауы. Яғни car, cars, машина, машиналар, dog, dogs, eat, book, кітап, house, houses, үй, үйлер, apple, apples, алма, алмалар. Енді es қайда жалғанады? Егер де s, th, sh, x, or z осы әріптермен бітетін болса, осы сөздермен әріптермен бітетін болса, сөзіңіз ендеше оларға i жалғайсыз. Мысалы, бас әріптермен бітіп тұр, міне көріп тұрсыздар. Бас, buses, match, matches, dish, dishes, box, boxes, quiz, quizzes. Ал енді мұнда қарасаңыздар, FE әріптермен бітетін болса, ендеше бұл әріп түсіп, бұл V әріпіне ауысып кетеді. Мысалына leave, leaves, woof, woofs, life, lives, knife, knives, V әріпіне ауысып кетеді, F әріпі мүлдем түсіп қалады. Енді exceptions деген яғни өзгермейтіндер, ол екеу. Roof, roofs, яғни F әріпі өзгермейді, дәл солай сақтайды. Cliff, cliffs. Мына жерде, егер де Y әріпінің алдында дауыс келсе, vowel, яғни дауыс келсе, дауысы дегеніміз мысалы A, E, O, U, E. Осындай дауысты әріптер келсе, ол кезде бізде S-тің өзі ғана жалғанады. Яғни they, days, he, boy, boys деген сияқты. Енді Y-дың алдында consonant, дауыссыз тұрса, мысалында T, Y-дың алдына қараңыздар, T тұр, ол дауыссыз әріп. Дауыссыз болса, ендеше Y әріпі түсіп қалады мүлдем, және де IES, CTS осылай ауысып кетеді. Baby, бөпе, бөпелер, babies. Story, оқиға, stories. Party, кеш, parties. Country, countries. Яғни Y әріпі мүлдем түсіп қалады, және де IES-ке айналады. Ол үшін бізде Y-дың алдындағы әріп бізде дауыссыз болу керек. Ал егер де Y-дың алдында дауысты әріптер келетін болса, мінекей көріп тұрғандарыңыз Y әріпі өзгермейді, тек қана S жалғау жалғанады. Енді irregular nouns, яғни дұрыс емес есімдер. Дұрыс емес зат есім деген, яғни бұлар көпше түрде S, ешқандай жалғау жалғамайды, тек өздерінше ішкі нелері, сөзде әріптері өзгеріп кетеді. Мысалында man, ер адам, men, ер адамдар. Яғни ортадағы әріп өзгеріп кетті. Man, деп оқылады, men. Child, children. Foot, feet. Tooth, teeth. Mouse, mice. Person, people. Яғни бұларға S жалғауын жалғап жүрмеңіздер, егер S жалғауын жалғасаңыз, бұл
өзі тұрғандары көпке түр деген сөз. Келесі ағылшын тілінде барлығы да мен аяқталатын сөздердің барлығына s-тің өзі жазылған. Мысалы, zoo, зоопарк, zoos, radio, radios, stereo, stereos, video, videos, kangaroo, kangaroos. Яғни бұл жерде vowel дейді, дауысты, дәл алдыңғы vowel дауысты әріп сияқты, бұл да дәл сондай. O-дың алдына дауысты әріп келетін болса, ештеңе де өзгермейді, дәл осылай сақталып қалады. Енді consonant, яғни дауыссыз әріппен аяқталатын болса, ендеше ол жерге es жағынады. Мысалы, hero, heroes, echo, echoes, tomato, tomatoes, potato, potatoes. O-дың алдында бізде дауыссыз әріп тұрса, es жағынады. Енді exceptions. Есте сақтап қалатын нәрселер, яғни piano, pianos, photo, photos. O-дың алдында дауыссыз әріп болғанымен де бұл жерде es жағылған тұр, тек осы екі сөздерді жаттап алу керек. No change. No change ешқандай өзгермейді. Яғни жекеше түрде де, көпше түрде де сол түрді сақтайды. Мысалында sheep, sheep, қой, қойлар, deer, deer, елік, еліктер, fish, fish, балық, балықтар, serious, serious, species, species, яғни түрлер, түрлер. Бұларды дәл сондай жекеше түрде де, көпше түрде де түрін өзгертіп ауыспайды. Дәл осылай осы күйді сақтайды. Зат есімдерге s жалғанбайды. Осы тұрған кезде бұлар көпше аударылады. Бұлар біз сіздердің өтетін тақырыптарымыз. Келесі сабаққа ары қарай баратын болсақ, мысалы newspaper, газет, umbrella, шатыр, зонтик, key, кілт, glasses, очки, credit card, debit card, карточка, фото, фото, phone, телефон, watch, сағат. Мына жердегі сканворд, осы сөз жұмбақты сіздер шешесіздер. Card. Сөзге қарап отырып, мынау бос орындарды толтырасыздар. Мысалы, жаңағы айтқанымдай, pencil, 4 pencils, laptop, 2 laptops, an umbrella, 3 umbrellas. 3 қолшатыр деген сияқты. Қарай келесі біздің ары қарай кететін болсақ, бізде reading, оқылым. Бұл жерде oh no, where is my phone? Жоқ, менің телефоным қайда? Every day people all over the world say, oh no, where is my? Яғни, әлемдегі барлық адамдардың айтатын сөздері, жоқ, менің анауым қайда, мынауым қайда, я? Бізде қазақтарда көп айтамыз, дәл сол сияқты ағылшындықтарда өте әлем бойынша адамдар айтады. The top 8 things that people look for. 8 негізгі заттар адамдар күніге іздейтін. Неге санымен жазып шығу керексіздер. Мысалында адам ең үстінен іздейді. Мысалы, қазір көбісі телефон іздейді. Мынаның жанына бір. Mobile phones, телефон. Сіздерге қазір аудармасын жіберейін, сосын сіздер, яғни бірінші орында қайсы, екінші орында қайсы деп 8-ге дейін жазып шығу керексіздер. Мысалы, pen and pencils. Қалам және де ручкалар. Glasses, sunglasses. Очки, солнечные очки. Glasses, sunglasses. Keys, house keys, car keys, машинаның кілті. Wallets, әмиян, purses, әмиян, әйел адамдардікі. Bank cards, банк карточкалар. Mobile phones, телефон. Umbrellas, phone, chargers, charger, зарядное устройство. Сіздер енді санмен жазып шығасыздар, ең бірінші жоғалтатын қайсы, мысалы, mobile phone, одан кейін әмиян мүмкін кілт, иә? Мұнда қарасаңыздар, for me, number 1 is my glasses. Мен үшін number 1. Бірінші, ол менің очкиім.
очкиім деп тұр. Сіз айтуыңыз мүмкін, for me, number one is mobile phone. Is my mobile phone. Яғни менің номер бірінші ол менің очкиім. Бұдан кейін number two is номер екі ол менің мынауым. Номер үш, number three is my keys. Деген сияқты сіздер мына жерге жазасыздар. Қарай баратын болсақ, бізде listening, тыңдалым. Тыңдалымда бізде мәтін берілген. Тыңдайсыздар. Және де бос орындардың толтырасыздар. Бұл мәтінді тыңдағаннан кейін, traveling gives you. Listenaminute.com. Travel. Traveling gives you many wonderful experiences. Яғни мұнда айтты, traveling gives you many wonderful experiences. Яғни саяхатта бұл сізге ерекше experiences. Керемет жағдайлар, керемет жағдайлар болады. You cannot find in your own country. Сіздің өз еліңізден таба алмайсыз дейді. Тәжірибе алмасыз. Meet local people. Сіздердегі местный адамдармен кездесесіз. Get to. You cannot find in your own country. You meet local people and get to understand. Get to understand different cultures. It's so exciting. I love planning trips and doing some research on the country or countries I want to visit. Sometimes I like to plan everything in advance. Sometimes I like to plan everything in advance. Алдын ала пландағанды, жоспарлағанды жақсы көремін дейді. My flights, hotels, tours, яғни менің ұшағым, менің тур. For me, the most exciting thing is arriving in the country. Мен үшін ең керемет нәрсе ол мемлекетке келу дейді. With flights, hotels, and tours, etc. For me, the most exciting thing is arriving in a country with no hotel reservation. With no hotel reservation. No fixed plans. Ешқандай гостиницаға заказ бермей, ешқандай пландамай, бір жаққа, бір елге бару маған ол ең қызық нәрсе дейді. No plans. I prefer staying in hostels and guest houses. I prefer, яғни мен дұрыс көремін. Staying, яғни host деген
Staying at hostels. Hostelda stay дегеніміз қалғанды дұрыс көремін. Және guest houses, яғни гостевой үйлерде. Get to meet, talk to different interesting people. You get to meet and talk to different and interesting people, share information. I also like to visit places that are off the beaten track. Being somewhere with thousands of other tourists is not my cup of tea. Share information. Мәліметтен бөлісемін дейді. Яғни басқа хостелдарда қонақ үйлерде тұратын болса, адамдарды кездестіресің. Әртүрлі адамдармен сөйлесесің. Қызықты адамдармен информация алмасасың дейді. I also like to visit places that are off the beaten track дегеніміз, яғни адам көп жүрмейтін жерді жақсы көремін дейді. Being somewhere with thousands of other tourists, мыңдаған туристердің ортасында is not my cup of tea. Яғни менің сүйікті ісім емес. It's not my cup of tea. Менің сүйікті ісім емес. Енді қарасаңыздар, дәл осылай сіздер естіп жазып шығасыздар. Одан кейін мұнда сіздерде сөздердің орындары алмасып кеткен. Мысалы, бірінші сөзде бізде wonderful. Wonderful деген сөз болу керек. Яғни аста сызылған сөздердің барлығының әріптердің орны алмасып кеткен. Сіздер сөз құрау керексіздер. Wonderful. Керемет. Келесі бізде different culture. Дәл осылай мына сөздердің орындарын сіздер табу керексіздер. Және де осылай жазып шығасыздар. Мысалында, I love research. Advance. Бізде flight, ұшақ. Одан кейін бізде arriving. No hotel reservation. Hostels. Яғни осылай сіздер де жазып шығатын боласыздар, жазып шығасыздар. Келесі бізде speaking. Яғни бұл жерде қалтаңызда не бар? Жаңа мен айтып кеткен book, кітап, credit card, карточка, glasses, очки, ID card, жеке куәлік, keys, pen, pencil, қалам, phone, телефон, фото, purse, әмиян, umbrella, зонтик, wallet, әмиян. Яғни сіздер дәл осылай бұлай сөйлем қойсыздар. In my bag, менің сумкамда, I have, менде бар, не бар? Осылай үтір қою арқылы сіздер жазып шығасыздар. In my bag, менің сумкамда, I have, деп бастайсыздар, ары қарай жазасыздар. In my bag, мысалында мен өзімдікін айтатын болсам, in my bag, I have a book, a purse, a pen, and ID card. ID card, жеке куәлік. Сізде дәл осылай өздеріңіздің сумкаларыңызда не бар екенін, мына жердегі микрофонды басу арқылы сіздер тапсырмайсыздар. Келесі бізде writing, жазылым. Ағылшын тілінде зат есімдер екі топқа бөлінеді, саналатын, саналмайтын болып. Мысалында мына жерде countable саналады, uncountable саналмайды. Бізде қазақ тіліндегідей
саналатын, саналмайтын зат есімдер болып бөлінеді. Саналатын зат есім дегеніміз, яғни санай аласыз. 1, 2 деп санай алатын зат есімдер. Ал uncountable nouns, олар саналмайтын. Мысалы, құмшекер, тұз, су. Яғни оларды біз бір құмшекер, бір су деп айта алмаймыз. Оларды килограммен, не литрмен санаймыз, иә? Сондықтан да ол uncountable nouns, саналмайтын зат есімдер. Бірінші сөзге қарасаңыздар, children, балалар. Балалар бұл саналады, балалар. Countable. Келесіде, I don't like milk, сүт. Сүт ол саналмайтын зат есім, uncountable. Tea, шай. Шай саналмайды, uncountable. Scientists, ғалымдар. Ғалымдар саналады, countable. Butter, май. Май ол бізде граммен, килограммен есептеледі. Сондықтан да ол бізде uncountable. Windows, терезелер. Терезе саналады, countable. Glue, clay. Clay бұл бізде саналмайды, uncountable. Waitress, официант, иә? Ол саналады, countable. Glasses. Glasses бұл бізде стакандар. Көпше түрде саналады, countable. The bread, ағылшындықта нанды саналмайтын зат есімдер қатарына қосқан. Бұл бізде uncountable. Drivers, жүргізушілер. Drivers саналады, countable. Policeman, полицей. Яғни ол countable. Адамдар саналады, countable. Bottles, бутылка. Бутылка бізде саналады, countable. Juice, сок саналмайды. Candidates, кандидаттар. Бұл бізде саналады, countable. Oil, май. Май ол бізде саналмайды, uncountable. The exercises, жаттығулар, exercises, жаттығулар саналады, countable. Water, су, uncountable, саналмайды. Program, саналады, countable. Адамдар саналады, адамдар. Міне дәл осылай, сіздер де осылай жазып шығасыздар. Келесі бізде some және де any. Мына жерге қарасаңыздар, бізде белгісіздік есімдіктер деп аталады. Белгісіздік есімдер some дегеніміз, яғни бірнеше деп аталады. I have some peaches. Кішкене персиктер бар, иә? I have some peaches. Any болса, бұл сұраулы сөйлемде қолданады. Яғни, I have some peaches, бұл хабарлы сөйлем болымды. Бұл кезде some болады. Егер де бұл сөйлемді біз сұраулы сөйлемге, немесе болымсыз сөйлемге айналдыратын болсақ, any болып кетеді. Мысалына қараңыздар, any сұраулы сөйлемде кездеседі. Do you have any apricots? No келсе, no, ол кезде де not any. I have no friends, мысалы, I have not any friends. Not келген жағдайда бізде any болады. I don't have any friends. Сан саналатын зат есімдермен және де аудармасы бірнеше деген мағынаны білдіреді. Және де ол зат есімдерге, саналатын зат есімдерге жалғау жалғанады. Мысалы, some bananas, some oranges, some tomatoes, some apples. Ал саналмайтын зат есімдермен келген кезде, ол кішкене деп аударылады. Яғни, саналмайтын зат есімдермен S жалғауы жалғанбайды көпше түрде. Мысалы, some sausage. Sausage деп S жалғауға болмайды, себебі саналмайтын зат есімдерге S жалғау жалғанбайды. Тек алдына some келеді. Кішкене. Кішкене колбаса, иә? Кішкене шұжық, some sausage. Кішкене торт, some cake. Кішкене сүт, some milk. Кішкене сыр, some cheese. Бірнеше деген аударма, мысалы, there are some pears on a tree. Ағашта бірнеше алмұрт бар. There are some eggs on a table. Үстелде бірнеше жұмыртқа бар.
Ал кішкене деп бізде саналмайтын зат есімде қолданады, яғни there is some jam. Кішкене варенье бар. There is some meat. Кішкене ет бар. Сұрау сөйлемдерде саналатын зат есімдермен some сөзі any'ға айналып кетеді. Яғни are there any? Сұрау сөйлем ба? Some келмейді сұрау сөйлемде. Any'ға айналып кетеді. Any болады. Are there any lemons? Are there any buns at home? Үйде қандай да бір мынаудан қалай аталатын еді? Осы бар ма? Булочка бар ма деп тұр. Yes, there are some. Я, бірнеше бар. Are there any lemons? Кішкене бар ма? There are some. Я, бірнеше бар. Сұрау сөйлемдерде де дәл осындай some сөзі any'ға айналып кетеді. Is there any soup in the plate? Тарелкада қандай да бір суп бар ма? Я, кішкене бар. Is there any salad in the plate? Тарелкада салат бар ма? There is some. Я, кішкене бар. Болымсыз сөйлемде any келеді. There is not any soup. I haven't any soup. Яғни, есте сақтап алыңыздар, some сөзі тек хабарлы сөйлемдерде кездеседі, ал any сұраулы және де болымсыз not келген жағдайда. Енді тапсырманы орындайтын болсақ, мұнда is a dog. Яғни, бұл жерде бізде жекеше түрде тұрғандықтан it is a dog болады. Мына жерде басындағы сөзге әріпке мән береміз. Егер де бұл дауыссыз болса, болады. Егер дауыссы o мен басталатын болса, ендеше n болады. Келесі жаттығуларда мен сізге көрсететін боламын. Have you got? Сенің қандай досың бар ма? Сұраулы сөйлем. Қараңыздар, сұраулы сөйлемде some болмайды, any болып кетеді. Got any friends? Сенің қандай да бір досың бар ма? Milk. Milk бізде сүт. Сүт ол бізде кәдімгі хабарлы сөйлем тұр. Ешқандай сұрау емес, not тұрған жоқ. Яғни some болады. Some milk. Енді has not келіп тұр. Яғни any деп айтамыз. Any. Линданың ешқандай үй жануары жоқ. There is. Есте сақтаңыздар, жекеше түрде, міндетті түрде a немесе n-нің біреуін қоямыз. Жекеше түрде болса. Бұл there is деген жекеше түрде тұр. Сөйлдің үстінде бір антисин бар. An orange. N болады. Неге өйткені orange, o дауысты әріппен басталып. Team eats cheese. Сыр бізде кішкене, яғни some cheese. We don't have болымсыз да бізде any келеді. Міндетті түрде my brother found. Менің ағам ақша тауып алды. Кішкене ақша тауып алды. Ақша деген бізде саналмайтын есім. Саналмайтын зат есім алдында болымды сөйлемде some болады. Sister found. Жекеше түрде бір ручка тауып алды болса, a pen болады. Егер бірнеше ручка болса, some pens. Do you have any eggs? Сұраулы сөйлемде any болады. There are сыныпта бірнеше студенттер бар. Some students. Is there сұраулы сөйлемде is there any pencil on the desk? Сізде қалам бар ма? Енді мына жерде сіздер мағынасын қарай қою керексіздер. Яғни we visited. Advice, совет, big problem, үлкен проблема, coin, тиын, DVD, egg, жұмыртқа, French, французский, fresh air, таза ауа, nice cities, қалалар, questions, сұрақтар, sausage, колбаса. We visited. Біз бардық дейді. Біз қайда бардық? Қытайдың түрлі қалаларына, әдемі қалаларына, nice cities, қалаларына бардық. Mary has DVD player. She doesn't have DVDs. I'm not sure of what to do. Мен не істерімді білмеймін. Can you give me? Маған ақыл айтшы. Ақыл дегеніміз advice. Can you give me advice? I had some rice. Менің кішкене күрішім бар. Және де колбасам бар. Sausage. Lunch. Түскі тамақта.
You can ask now if you want. Сұрасаң болады. Сұрақтарың бар ма? Do you have questions? Сұрақтарың бар ма? I have, менде бар. Big problem. Big problem. Менің босыммен, яғни бастығыммен үлкен проблема бар. She hates me. Ол мені жек көреді. It's very hot here. Мұнда өте ыстық. I need blanket. Мұнда өте ыстық. Маған таза ауа керек. Fresh air. Маған таза ауа керек. Have you got, сенде бар ма дейді. Have you got coins? Яғни сенің тиының бар ма? Coin. I need it for the coffee vending machine. Мен кофенің машинадан кофе алғым келеді. I want to cook an omelette. Мен омлет пісіргім келеді. But I don't have, бірақ менде жоқ. Не жоқ? Жұмыртқа, я? Eggs. Do you speak? Сен французша сөйлейсің ба? Do you speak French? Осылай сіздер орындайсыздар. Мән мағынасына қарай, do you speak French? Сен французша сөйлей аласың ба? Сөйлейсің ба? Мән мағынасына қарай осылай қоямыз. Ары қарай кететін болса, келесі homework, үй тапсырмасы. Тапсырмасына жаңа айтқанымдай, ол мысал countable nouns, саналатын зат есімдерге он мысал, 20 мысал uncountable nouns, саналмайтын есімдерге берілген. Мысалында countable nouns саналатын зат есімдерге, мысалы there are 20 books, 20 кітап бар, on the bookshelf. Сөреде I drank a glass of fresh juice. A glass, бір стакан свежий сок. Я fresh деген, свежий деген сөз. There are many animals. Көп жануарлар бар зоопаркте. The monkeys were eating bananas. Банан жеп жатты. There was no magazine on the table. Үстелдің үстінде ешқандай журнал болмады. Took an apple and some grapes in the morning. Мен алма және кішкене жүзім алдым таңертең. 9,058 public libraries in the United States. Құрама штатында 9057 әлеуметтік кітапхана бар. I have a few questions for you to ask. Менің кішкене сұрақтарым бар, сенен сұрайтын. Jonathan attended a webinar last night. Jonathan вебинарға өткен түні қатысты. Only 10 students passed the intelligence test. Тек қана 10 студент интеллектуалды тестті тапсырды. Сізде мына жерде де экзамплдар, яғни сіздерге мысалдар берілген. Мына мысалдарды сіздерде аудару керексіздер. Аударасыздар. Determination, darkness, cheese, policy, research. Осы сөздерді аударып шығасыздар. Айтын зат есімдер. Және де мына мәтінді біз жаңа сабақта алдында мен сіздерге оқып кеткен болатынмын. Сіздер де дәл осыны оқисыздар. Қарай мұнда listening, тыңдалымды тыңдау арқылы оларды санымен жазу керексіздер. Мысалында қайсы қай кезде сөйлеп жатқанын. Келесі speaking, what is there in the fridge? Холодильникте, тоңазытқышта не бар? Яғни сіз берілген countable, uncountable, саналатын, саналмайтын зат есімдермен there is, there are деп арқылы сөйлем құрайсыздар. Мысалы, apple, алма бар. Мысалы, бізде алма бар екен, я? 3 apples. Banana, 2 bananas. Butter. Бізде саналмайтын зат есімдер. Яғни сізде екі топқа бөлу керексіздер, саналатын, саналмайтын. Саналмайтын зат есім, саналмайтын зат есімдерге бізге ештеңе жалғанбайды, тек алдына some келеді. Кішкене май. Some butter. Cake. Some cake. Кішкене торт. Carrot. Сәбіз. Coke. Кола. Cupcake. Cupcake. Egg. Жұмыртқа. Fish. Балық. Ham.
яғни ол ham дегеніміз ет, honey, бал, ice cream, балмұздақ, jam, варенье, juice, сок, lemon, лимон, milk, сүт, olive oil, оливковое масло, оливковый май, pear, алмұрт, pumpkin, strawberry, клубника, tomato, помидор, water, су, watermelon, қарбыз. Енді apple болса қашау, мынанша apples, мынанша лимон, one pear, бір алмұрт, one pear. Яғни мына суретті сіздер суреттеп шығасыздар. Осы сіздердің үй тапсырмаларыңыз. Сабақты тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, келесі сабақта көріскенше. Goodbye.